Айшықты оқиға тұрақты айдарымызда Қазақстандағы этно-мәдени бірлестіктердегі оқиғалар жайлы, Қазақстан Халық Ассамблеясының акциялары мен бастамалары туралы, ғылым мен білім, мәдениет салаларындағы халықаралық жобалар жөнінде әңгімелейміз. Біздің тілшілеріміз бұл жолда өздеріңізге қызықты жаңалықтар ұсынады. Алматы облысындағы Сафар тәжік этно-мәдени бірлестігі 1 мамыр Қазақстан халқы бірлігі күніне орай мерекелік іс-шара ұйымдастырды. Арнайы ұйымдастырылған көрме тәжіктің мәдениетінен, салт дәстүрінен, киіну мәнерінен, тұрмыс тіршілігі мен аспаздық шеберлігінен хабар береді. Тәжік асханасы оннан жасалатын тағамның көптігімен және жеміс-жидектің сан алуандығымен ерекшеленеді. Біз көрме қонақтарына қазақстандық тәжіктердің мәдениеті, салт дәстүрі туралы мағлұмат беруге тырыстық. Тәжік мәдени орталығының атынан баршаңызды Қазақстан халықтары бірлігі күнімен құттықтаймын. Қазақстан Халық Ассамблеясының қолдауымен бірлігіміз жарасып, бір шаңырақ астында өмір сүріп жатырмыз. Тәжікстаннан арнайы келген қонақтар ән мен биден шашу шашып, өнерлерін ортаға салды. Олар ұлттық вокалдық және аспаптық композициялар, сондай-ақ тәжіктің эстрадалық әндерін орындады. Біз бұл мерекеге Тәжікстаннан арнайы келдік. Тәжік қазақ халқына, сондай-ақ осы елде өмір сүріп жатқан барлық ұлт өкілдеріне мерекелік көңіл күй сыйлап қуантқымыз келді. Біз көршілес мемлекеттердің достығын қолдаймыз. Іс-сапармен жиі келетіндіктен Қазақстанның көп ұлтты мемлекет екенін білемін. Тәжікстан халқының атынан барлық қазақстандықтарды бірлік күнімен құттықтаймын. Мерекелік іс-шараға Қазақстан Халық Ассамблеясының Алматы қалалық және Алматы облыстық этно-мәдени бірлестіктердің өкілдері қатысты. У них база очень хорошая, и потом они очень... Барлық қазақстандықтарды Қазақстан халқы бірлігі күнімен құттықтаймын. Бейбітшілік, еңбек, мамыр сөздері бала кезімізден жадымызда сақталып қалды. Біздің әкелеріміз бен аталарымызға Қазақстанда өмір сүріп жатқан халықтардың бірлігін арттырып, достығын жарастырған үшін алғыс айтам. Ал өскелең ұрпақ қалыптасқан дәстүрді жалғастырып келеді. Отандастарыма мықты денсаулық, табыс тілеймін.